Аса маңызды мәлімдеме, маңызды құлақтандыру. Сіздерге үш маңызды ақпаратты жеткізгім келеді. Дәл осы күнде нағыз атажұрт еріктілерінде шетелдің екі аса көрнекі және маңызды ұйымдарының өкілдері жүр. Олардың біреуі ғылыми зерттеушілер. Олар Қытайдың концлагер түрмелерінің қыры мен сырын, Қазақстандағы сол концлагерде туыстар қамалып отырған, немесе Қытайдың қитұрқы заңының құрбаны болып, бір отбасы екіге айырылып зарлап отырғандардың өзімен бетпе-бет жүздеспекші. Олар видео немесе аудио жазылымдар алмайды. Олар тек сізбен жүздеседі, кім екеніңізді көрсетесіз, дәлелдейсіз. Ашыққа шығам десеңіз ашыққа жазады, ашыққа шықпайым десеңіз құпиялығыңызды сақтайды. Бірақ олар осы фактілердің барлығын бүкіл халықараға танымал ғылыми зерттеуші ретінде әлемдік ірі саяси орталықтарға, саяси шешім қабылдайтын үлкен билік иелеріне табыстайды. Яғни бұл журналистер емес, бұлар ғылыми зерттеушілер, бұлар саяси зерттеушілер. Осы кісілерге сіз Қытайдағы туыстарыңыздың ақпаратын, немесе өзіңіз лагерде болып шыққан болсаңыз, концлагердің шынайы қыры мен сырын айтуыңызға болады. Әрине, ашыққа шығу не құпия қалу өз еркіңізде, сіздің құпия сұхбатыңызды да қабылдайды. Бұл бір. Екіншісі, Қытайдың қорлығын көрген, лагерден шыққан, осы уақытқа дейін ашыққа шықпаған азаматтар, сіздер сол лагерде қорлық көріп жатқан басқа да қазақтардың, тағы басқа біздің бауырларымыздың басына азаттық таңы ертерек атсын десеңіз, жүрегіңізде титтейді адамгершілік болса, сол қорлықтан сіз құтылғанда басқалар әлі сол қорлықты көріп жатқанын ойласаңыз, ендеше осындай аса маңызды халықаралық ұйымдарға келіп құпия жағдайда сұхбат беруіңізге болады. Сіздің бүкіл құпия ақпаратыңыздың құпиялығы сақталынады. Екіншісі, шетелдегі мәлім бір медициналық орталықтың қызметкерлері нағыз атажұрт еріктілеріне келді. Олар Қытай концлагер түрмесінен зардап шеккендердің физиологиялық және психологиялық зардаптарын зерттемекші. Және осыдан зардап шеккен адамдарға медициналық, психологиялық және материалдық көмек беру жақтарында зерттемекші. Олар осы тақырып бойынша Қазақстанға алғаш келіп отыр. Сондықтан бұл кісілердің зерттеуде өте маңызды. Олар концлагерден зардап шеккен барлық қазақтардың, немесе күйеуі, жолдасы, туыс-туғаны сонда қамалып, осында психологиялық қысыммен, үреймен, қорқынышпен өмір сүргендердің мәселесін зерттемекші. Олар психологиялық және физиологиялық тұрғыдан мәселеге басқаша фактілермен, дәлелдермен әлемдік қауымдастықтың назарын ұсынады. Әрине, олар да ашыққа шығатындармен ашық сұхбат, жасырын қалатындармен жасырын сұхбат жүргізуге келісіп отыр. Үшінші жаңалығым. Қаңтардың 17-ші күні, яғни 2020 жылдың 1 айының 17-ші күні Швейцарияның атақты журналисті бізге келмекші. Бұл швейцариялық журналист бізге осы уақытқа дейін хабарын берді. Сіздер сол 17 қаңтарда швейцариялық журналистке келіп, ашық немесе жасырын құпия сұхбаттарыңызды, ашық сұхбаттарыңызды берулеріңізге болады. Құрметпен, нағыз атажұрт еріктілерінің жай аудармашысы, еден жуушысы Серікжан Біләшұлы, 2020 жылдың 11 қаңтары кеш.